Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы комбинаторикалық есептер, қосынды ережесі және көбейтінді ережесі. Сабақтың мақсаты комбинаториялық есеп ұғымымен қосынды ережесімен танысу, қосынды ережесі, көбейтінді ережесі қолданып, комбинаториялық есептерді шешуді үйрену. Шектелген жиынның элементтерінен қандай да бір ережелер бойынша әртүрлі комбинациялар құрастырылатын және олардың саны табылатын есептерді комбинаторикалық есептер деп атайды. Комбинаторикалық есептерді қарастыратын математиканың бөлігі комбинаторика деп аталады. Енді комбинаториканың шығу тарихына көңіл бөлейік. Комбинаторикалық анализ есептері ерте кезден ақ белгілі болған. Комбинаториканың тарихы өте ерте кезден басталған екен балалар. Комбинаторикаларды есептер, комбинаторикалық есептер, дойбы, шахмат, домино секілді ойындардың нәтижесінде қалыптасты. Адамдар ежелден ақ комбинаторикалық есептерді қолданған екен. Ежелгі Қытай сиқырлы квадраттар жайына қызықты. Ал ежелгі Грекия өлем өлшемі ұзын және қысқа буындардың түрлі комбинация санының бөліктерінен құрылуы мүмкін деген теорияны қалыптастырды. 17 ғасырдың екінші жартысында Паскаль мен Ферма арасындағы хат алмасу кезінде ғалымдар құмар ойындарда кездесетін заңдылықтарды ғылыми тұрғыдан негіздеп берді. Тарихшы ғалымдар оптималдық теориясының пайда болуын осы хат алмасудан бастау алады деп бағалайды. Бұл теорияның дамуына Нидерланд математигі Гюйгенс 1629-1695 жылдары өмір сүрген, неміс ғалымы Лейбниц 1649-1716 жылдары өмір сүрген ғалымы, швейцар математигі Бернулли және өзгелер қомақты үлес қосқан осы комбинаторика теориясына. 17 ғасырда жаратылыстану және тұрмыс тіршілік мұқтаждықтары, бақылау қателіктері теориясы, оқ ату теориясы есептері, статистика мәселелері және тағы басқа оптималдықтар теориясының дамуына жаңа сатыға көтерді. Комбинаторикалық әдістердің қолданылуы. Комбинаторикалық әдістерді физика, химия, биология, экономика, тағы басқа ғылымда қолдануға болады. Саны шектеулі элементтерден әртүрлі комбинацияларды құрастыруға және белгілі бір ереже бойынша құрастырылған барлық мүмкін комбинациялар санын есептеуге тура келетін жағдайлар жиі кездесіп отырады. Мұндай есептер комбинаториялық есептер, ал оларды шешумен шұғылданатын математика бөлімі комбинаторика деп аталады. Жоғарыда айтып кетті, көптеген комбинаторлық есептерді шешу үшін қосынды және көбейтінді ережелері қолданылады. Комбинаторик есептерін шешуде қолданылатын өзіндік заңдылықтар және формулалар бар. Төменде қарастырылған комбинаториялық есептерді шешу жолдарын қараймыз. Енді жаңа айтып кеттік, комбинаториялық есептерді шешу үшін қосу және көбейту ережелерін қолдануға болады. Қарайық, қосынды ережесі. Қосынды ережесі екі жиынды біріктіріп элементтер санын табуға мүмкіндік береді. Жиын дегеніміз не? Балалар, сіздер 6-шы сынып курсынан білесіздер. Жиын дегеніміз X үлкен әріпімен және Y үлкен әріпімен беріледі. Егер X және Y жиындарының ортақ элементі болмаса,
ортақ элементі болмаса, және x жиынында a элемент, y жиынында b элемент болса, көрдіңіздер ме? X жиынында a элементі, y жиынында b элементі. Айтып тұр, ортақ элементтер жоқ, әртүрлі элементтер, көрдіңіздер ме? Онда x және y жиындарының бірігуі, яғни a қосу b элементтен тұрады. Яғни біз жаңа айтып жатқан a мен b-ні қосамыз, сонда біз қосынды ережесін аламыз. Мысал келтірейік, қосынды ережеге. Сыныпта 12 қыз бала бар, және 15 ер бала. Сыныпта барлығы қанша оқушы бар екен? Жаңа біз айтып кеттік, екі сыныптағы қыз балалар жиыны болсын, қыз балалар жиыны болсын. Екі жиынында, яғни 12 элемент дейміз, өйткені бізде қыз балалар 12. Егер сыныптағы ер балалар жиынын құрасын, яғни y жиында 15 элемент болсын, көрдіңіздер ме? 15 элемент. Қосындың ережесін бойынша қолдана отырып, x және y жиындарының бірігуі, біз жаңа айтып кеттік қой, a қосу b, яғни 12-ні қосамыз 5-ке, яғни ол 27 элемент болады. Сонда бізде жауабы, бұл сыныпта неше оқушы бар екен? 27 оқушы бар екен. Дұрыс айтасыздар. Егер x және y жиындарының ортақ элементі s болатын болса, бағана біз жоғарыда ортақ элементі болмайды дедік. Енді ортақ элементі s болатын болған жағдайда, x жиында a элементі, y жиында b элементі болса, онда x және y жиындарының бірігуі a қосу b алу s болады. Онда осындай элементтен тұрады. Көрдіңіздер ме? a қосу b жақша ішінде азайту s. Мысал қарастырайық. Сыныптың барлық оқушылары жүзумен немесе теннис ойнаумен айналысады. 12 оқушы жүзеді, 15 оқушы теннис ойнайды. Ал оның ішінде 7 оқушы жүзумен де, тенниспен де айналысады. Сыныпта қанша оқушы бар дейді. Енді қарайық, екі сыныптағы жүзумен айналысатын оқушылардың саны. Яғни, x жиында 12 оқушы бар. Y сыныптағы тенниспен ойнайтын оқушылардың жиыны. Яғни, тенниспен ойнайтын оқушы бізде қанша? 15, дұрыс айтасыздар, 15 элемент болады. Сыныптың 7 оқушысы жүзумен де, тенниспен де айналысады. Сондықтан 7 оқушы бізде бағана айтып отқан S болады. Сонда қосындының ережесі бойынша, жаңа мына екінші ережесі бойынша да x және y жиындарының бірігуі, яғни мына бірігу ережесі бойынша бізде a-мыз ол бізде 12, b-мыз 15, c-мыз бізде 7. Мына ережеге қою арқылы, яғни бұнда жиында x, y жиындарында неше элемент болады екен? 20 элемент болады екен. Дұрыс айтасыздар. Сонда жауабы 20 оқушы. Қосынды ережесінің екінші тұжырымдамасы. Егер